Білесіздер ма, осы намаз оқып жүрген адамдарға көп адам айтады, намаз оқымай жүргендер. Сендерге бүйтуге болмайды, сендерге бүйтуге болмайды, сөйтуге болмайды деп. Себебі олар біледі, намаз оқитын адам тура жолда жүру керек екенін, таймау керек екенін біледі. Содан кейін намаз оқитын адамдар оған ренжиді. Негізінде олардың айтып жатқаны рас. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз менің YouTube каналыма. Студияда Айнұр Артықбайқызы. Сіз намаз оқысаңыз, намаз сізді арсыздықтан тыяды, түзейді, тура жолға салады, ұятсыздықтан және ұятты боласың, өтірік сөйлемейсің, өсек айтпайсың, жаман нәрсе көрмейсің, жаман нәрсе естімейсің, харам нәрсе жемейсің, алмайсың деген сияқты. Өте намаз деген өте керемет. Адамды сондай бір тура жолға салып қояды, сабырлы қылып қояды. Өте сабырлы боласың намаз оқыған адам. Басына түскен істің барлығына сабыр қылады. Және де шын мәнінде намаз адамды арсыздықтан, ұятсыздықтан тыяды. Шынайы намаз оқып жүрген адам арсыздыққа, жамандыққа бара бермейді негізінде. Ол дұрыс. Сол үшін біздің қазақ оқып жүрген адамның намаздарын сендер былай істейсіңдер, былай істеуге болмайды деп шыдай алмай айтып жатады. Негізінде ол рас. Яхия ибн Муаз, адамзат баласы сорлы жан, кедейліктен қорыққандай тозақтың азабынан қорықса, жәннатқа кірер еді деген екен. Сахаба Абу Бәкір радиаллаху анханың айтқанын сөзі: ақылдылықтың төресі тақуалық, ақымақтықтың зоры күнәһарлық, шындықтың шыңы аманатқа берік, өтіріктің үлкені қиянат жасау деген екен. Өтіріктің үлкені қиянат жасау деген екен. Алла оған разы болсын. Шариғаттағы тәубе есігі әрдайым ашық деген сөз жаңа күнәлар жасауға болады деген сөз емес дейді. Айқайдың бәрі ақиқат, шыңғырудың бәрі шындық бола бермейді, дейді ақын Абай Қалашбек. Намаз оқиық, тура Аллахтың сирот әл-мұстақим жолына түсейік. Арсыздықтан, ұятсыздықтан, өтірік айтудан, өсек айтудан тыйылайық. Менің каналымда келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.